Сәлем достар, бүгін сіздермен ең оңай дайындалатын пирог сметанник дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оған қопсытқышымызды қосамыз және қантымызды салып араластырып аламыз. Ингредиенттердің барлығын описаниеде қалдырдым және де видео соңынан көре аласыздар. Сары майды осылай ұнға аунатып отырып үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Бізде үгітіліп тұратын песочное тесто дайын болу керек. Сары май еріп кетпес үшін жылдам араластырып, қамырды илеп, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қаймақ, 3 жұмыртқа, қант және де ванилин қажет. Жұмыртқамызға қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мен осылай венчикпен араластырдым. Шанышқымен де араластыра берсеңіздер болады. Содан соң қаймағымызды кішкене ванилин салып, бір келкі массаға дейін араластырамыз. Ал енді қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, формамызға бір келкі етіп жайып аламыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма. Барлық жағына бір келкі етіп төсеп шығыңыздар. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмауы қажет. Енді қамырымызды төсеп алған соң бетіне қаймақты салмамызды құйып аламыз. Пирогымызды 180 градуста пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ортасындағы салмасы көтеріліп, үлбіреп осылай әдемі болып шығады. Дайын болған пирогымызды бөлме температурасында толық суытып алып, сосын тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік болып кесіліп жатыр. Біз отбасымызбен бұл пирогты өте жақсы көреміз. Біз бұл пирогты чизкейк деп атаймыз. Бұл чизкейктен де өте нәзік және өте жылдам дайындалатын оңай пирогтардың бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және сіздерде қалай шықты сол жайында комментарийде бөлісе отырыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.